Армысыздар, білім алушылар. Сіздермен Гүлдана Абдикейқызы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы HTML-де құжаттарды құру және түзету. Сабағымыздың мақсаты HTML-де құжаттарды құру және түзету қызметтерімен танысу, HTML-ден жұмыс істеу принциптерін білу. Сабақтың жоспары HTML түсінігі, HTML шығу тарихы, қажетті құрал жабдықтар, бағдарламалар орнату, 80-20 ережесі, жұпты жұпсыз тектер тобы. HTML Hypertext Markup Language термині гипермәтінді белгілеу тілі деген ұғымды білдіреді. Гипермәтін деп құрамына басқа құжаттарға, файлдарға, сайттарға сілтемелері бар текстті айтады. HTML шығу тарихына келетін болсақ, мұны британ ғалымы Тим Бернес-Ли 1986-1991 жылдар аралығында Швейцарияда Еуропалық ядролық зерттеу орталығында жасап шығарған болатын. HTML нұсқаларына келсек, оның HTML нұсқалары 1-ден 5-ке дейін берілген. Яғни, мына жерде көрсетілген тырнақша е белгісі doctype HTML, public және де мына сілтеме, бұл HTML 4 нұсқасы. Қазіргі таңда біз HTML 5 нұсқасын қолданамыз. Бұл өте ыңғайлы. Яғни бұл жерде тырнақша не белгісі doctype HTML тырнақша жабылады. Бұл HTML 5 нұсқасы екені белгілі және біз сайттың барлығын HTML 5 нұсқасында құратын боламыз. Енді қарапайым тілмен түсіндірсек HTML тілін, бұл мына қарапайым мысал. Яғни адамның сұлбасы ретінде қарастырсақ болады. HTML барлық адамның скелеті, head дегеніміз басы, body денесі. Бұл дегеніміз HTML сайттың негізгі құрылысын, жобасын құру. Осы арқылы HTML гипермәтінді тілі арқылы сайттың құрылысы құрылады. Қажетті құрал жабдықтар Notepad++ және де Sublime Text. Біздің таңдау Sublime Textке тоқталды, себебі Sublime Textте сайтты құру ыңғайлы әрі тез. Себебі бұнда Emmet деген плагин бар. Мына қызыл жасыл тұрған сол Emmet плагині және де Emmet плагині, мысалы біз HTML сөзін енді бастап жазсақ, ол бізге жаңағыдай ары қарай подсказка ретінде өзінің тектерін шығарады және оны бастап бірден бізге HTML құрылысын құрып береді. Енді осы жерде біз HTML құрылысын құрып көрейік, яғни сайтымыздың құрылысын қалай құратынын көрейік. Ол үшін Sublime Textті ашамыз. Sublime Textте Emmet плагині бар. Ол іске асу үшін бірінші біз құжатымызды сақтап алуымыз қажет. Яғни рабочий стол. Ең бірінші біздің құжатымызды біз index.html деп сақтауымыз қажет. Яғни басты біздің құжатымыз міндетті түрде index.html деп құрыңыздар. Сақтаймыз. Мінекей біздің құжатымыз сақталды. Тағы да мен оны мына жақтан көрейік. Міне index.html деп тұр. Ашамыз. Бірақ біздің сайтымызда қазір ешқандай мәліметтер жоқ. Бірақ біздің сайт құру жаңағыдай құжатымыз құрылды. Осында біз өзіміздің суретімізді, мәтінімізді осында шығара алатын болатынбыз. Және де мына жерде енді мен HTML құжатын құру үшін қазір сіздерге HTML деп жазсам, міне көрдіңіздер ғой. Бізге Emmet плагині іске асып, көмекші текстері шығарды. Және бассам, бірден маған HTML сұлбасын құрастырып берді. Бұл жерде doctype HTML 5 нұсқасы, HTML жаңағыдай скелеті басталды құрылысы, head деген басы. Бұл басында бізде метатектер жазылатын болады. Метатектерге title жатады. Тағы да CSS-ге сілтеме беретін болсақ, барлығын біз басына жаңа жазып кетеміз. Мысалы, мына title дегеніміз, бұл мына сайтымыздың аты. Сайтымыздың аты осы жазады. Мысалы, қазір аты index.html деп сақталып тұр. Егер де мен қазір бұл жерге жазатын болсам, мысалы, менің сайтым деп жазайық. Менің сайтым. Сақтаймыз. Енді парағымызды
жаңартамыз. Сонда міне көрдіңіздер ғой, менің сайтым деп біздің сайтымыздың аты өзгерді. Осылайша біз HTML гипермәтін тілін қолдану арқылы өзіміз сайт құратын боламыз. Және де мына бірінші тег ашылады, одан кейін міндетті түрде жабылады. Яғни бізде бұл бөлім аяқталды деген сөз. Келесі body, денесі басталды. Бұл денесіне біз ара қарай өзіміздің мәтінімізді, суретімізді, жаңағыдай меню, видео барлығын осы body ішіне жазамыз. Сол арқылы біздің сайтымыз құрылатын болады. Енді ары қарай 80-20 ережесі. Бұл дегеніміз біз 20%, яғни тектерді жатқа білсек, қалған 80%-ын интернеттен, яғни дайын бізге келген жаңағыдай HTML тектерінен көре аламыз. Ол үшін мысалы htmlbook.ru немесе ruseller.com сайттарына кіріп, HTML тектерін, оның қандай қызмет атқаратынын, сіз сайт құруда қай текті қолдансаңыз болатынын осы сайттан көрсеңіз болады. Яғни 80%-ын біз интернеттен көрсек, 20%-ын өзіміз білеміз деген сөз. Ары қарай HTML сайттың құрылысы, CSS сайттың дизайны. Міне көріп тұрсыздар, мына суретте HTML құрылған, бұл жерде барлық мәліметтер енгізілген, бірақ әдемі емес. Әдемілендіру үшін, түрлендіру үшін біз дизайнын құру үшін CSS-ті қолданамыз. Әрине HTML-де де дизайнды құрса болады, бірақ бұл CSS-те құрылғандағыдай әдемі болып шықпайды. Себебі HTML бұл тек қана сайттың құрылысын құруға қазір қолданылып жүр. Енді HTML-ге нақтырақ тоқталатын болсақ, мұнда жұпты, жұпсыз тектер бар. Мінекей, мен сайт ашқым келеді деген сөзді біз енгізетін болсақ, міндетті түрде біз тектердің ішіне жазуымыз қажет, яғни p тегінің ішіне. Егер біз оны жайдан-жай өзіміз мен сайт ашқым келеді деген Word-қа жазған, мысалы, қарапайым офисный программаға жазғанда жаза салмаймыз, себебі бұл біз сайт құрып жатырмыз, біздің веб-браузеріміз түсіну қажет біздің не жазғанымызды, сол себепті біз әрбір сөзді өзіне қажетті тектерге жазатын боламыз. Мына p сөзі, p тегі бұл сөз жазғанда немесе абзац жазу қажет болған кезде, абзац керек болған кезде біз p тегін қолданамыз. Ал мынау h6 дегеніміз бұл заголовок деп айтады, яғни сөзіміздің өлшемін өзгерту. h1-ден h6-ға дейін өзгерте аламыз. Тегтер. Енді тегтер жоғары деңгейлі тегтер, құжат тақырыптарының тегтері, блоктық элементтер, сызықтық элементтер, универсалды элементтер, тізімдер, кестелер, фрейм, семантикалық белгілер болып бөлінеді. Яғни тегтердің 9 түрі бар. Біріншісі жоғары деңгейлі тегтер. Оған әрине бірінші HTML құрылысы, оның ішінде head және body тегтері жатады. Екіншісі құжат тақырыптарының тегтері. Title, жаңағы біздің сайтымыздың атауын беру үшін, және meta тектерінде бізге қажетті сілтемелерді, қажетті тағы да мысалы суретті интернеттен алсақ, оған сілтеменің барлығын мета тегтердің ішіне жазатын боламыз. Және де мета тегтің тағы бір қасиеті, біз онда жаңағы сайтымызда қандай мәліметтер бар, бұл сайт не жайлы екенін біз қысқаша мета тегтің ішіне жазып кетеміз. Мысалы, мен HTML деп іздесем, HTML жайлы, яғни қандай сөзде HTML бар, соның барлығын қысқаша маған интернетте тауып береді. Бұл SEO оптимизация делінеді, яғни сіздің жаңағыдай сайтыңыз ішіндегі мәліметтерді интернетте тез табу үшін мета тегтер қолданады. Блоктық элементтер оған h1, div, p, hr, pre деген тегтер қолданылады. Мысалы, h1 дегеніміз бұл біздің мәтініміздің өлшемі, h1-ден h6-ға дейін. Div дегеніміз блок, яғни біз әрбір элементімізді біз блокқа аламыз. P дегеніміз абзац, hr дегеніміз бұл сызық, pre дегеніміз біз қалай Sublime Text'ке мәтінді жаздық, сол күйінде бізге экранға шығарып беретін тег. Енді сызықтық элементтер, олар BR, EM, Big, Small. BR дегеніміз бұл жаңа жолға өту, EM дегеніміз сөйлемімізді курсивпен белгілеу, Big дегеніміз мәтініміз үлкен әріптермен жазылады, Small дегеніміз кіші әріптермен. Бірақ Big және Small қазіргі таңда көп қолданыста жаңағыдай табылмайды. Блоктық элементтер мен сызықтық элементтердің бір-бірімен айырмашылығын атап өтейік. Блоктық элементтер өзіне қажетті бүкіл орында алады. Ал сызықтық элементтер ені мәтіннің мазмұнына байланысты өзгереді.
Блоктық элементтер биіктігі мәтіннің мазмұнына байланысты өзгереді, сызықтық элементтер де биіктігі мәтіннің мазмұнына байланысты өзгереді. Блоктық элементтер әрбір жаңа элемент жаңа жолдан басталады, ал сызықтық элементтер бір ғана жолды алады. Блоктық элементтер басқа блоктық элементтердің ішіне жазыла береді, ал сызықтық элементтер басқа блоктық және сызықтық элементтердің арасына жазыла береді. Блоктық элементтер сызықтық элементтің ішіне жазылмайды. Сызықтық элементтер блоктық элементтердің ішіне жазыла береді. Сабағымызды бүгін қорытындылайтын болсақ, сіздер HTML гипермәтін тілінде сайттың құрылысын құруды үйреніп, HTML тегтерімен таныстыңыздар. Үй тапсырмасы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ гипермәтінді белгілеу тілі деген не? Екінші сұрақ тегтер түрлерін атаңыз. Үшінші сұрақ HTML гипермәтінді белгілеу тілін кім құрастырды? Төртінші сұрақ құжат тақырыптарының тегтеріне қандай тег жатады? Бесінші сұрақ сайтты қандай бағдарламалау ортасында құрамыз? Шаблон. Мына тапсырма сіздерге бұл берілген суреттегі мысалды сіздер HTML-де құрастырып, осы құжатты модул платформасына саласыздар. Және сұраққа жауапты да модул платформасына жауап береміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.